Саламатсыздар ма? Мен Мамедова Исмира Гашанқызы, Азербайжан этни-мәдени орталығының, Мехрибан орталығының төрайыммын. Мінекей осы Қазақстанда төтенше жағдайлар аман-есен өтіп кету үшін бәріміз бір болып, біз бірге болып, сол үйде отырып, денсаулығымызды сақтап, бүгін біздің Азербайжан ұлттық тағамдарының біреуін долма. Бұл тағамды өзі бізде үлкен бір тойларда, туған күндерде істелінеді. Сондықтан көңіліміз сондай бір тойда отырғандай болайық, ауырмайық, сырқамайық деп, осы долманы көрсетіп, бүгіп өзі әрі пайдалы да, әрі дәмді де, өзі де былай сәнді де десем болады. Бұл тағамға қандай нелер керек болады? Мінекей бұл өзіміздің үйдегі фаршты өзім тартып, бәрін қойдым. Сиырдың, қойдың еті, құйрық майымен. Бұған пияз қосылады. Мінекей 3-4 пиязды қосамыз. Одан кейін өзіміздің огородтан райхан бар, бұның ішінде жаңағы укроп бар, бәрін кептіргенбіз жазың кезінде. Соның бәрін ең дәмін келтіретін осы мынау жаңағы біздің базилик дейді, райхан дейді, укроп дейді, сол. Одан кейін 2 қасық томат қосамыз. Күрішімізді жуып, дайындап қойдық. Күріш қосу керек бұған. Тұзын, бәрін, қара бұрышын қосып, сөйтіп араластырамыз. Бүгін қойдым ол пісуінде. Енді бұл болмаға біз чеснокты езіп, мынаның ішіне саламыз да бүйтіп, араластырып, соус қыламыз. Сонда долманы жақсылап қортады, дәмді де болады, әрі тойып та қаласың. Сондықтан менің айтайын дегенім, үйдегі қазіргі біздің жасымызға келіп қалған азаматтарға, апаларға, бәріңіздерге осы 1-2 айды пайдаланып, үйде отырып, денсаулығымызға қарап, керекті тағамдарды жеп, үйдің ішінде үйдің жұмысын көріп, осы аман-есен шығайық, үйде отырайық, бірге болайық, бәрімізденіміз сау болсын. Мінекей менің долмам дайын, кешкі асымыз. Мынау жүзім жапырағынан, мынау өзіміздің капустадан, сөйтіп бұны долма дейді. Енді барып, отбасымыздың ішінде жақсылап дәм татамыз. Нет, это еще не снимается. Долманы. Фотографируем. Ас болсын.